Құнанбай немесе толеранттылық. Құнанбай Өскенбайұлы би, қажы Аға Сұлтан, Абай атамыздың әкесі. Көрнекті қайраткер, парасатты басшы бола білген ұлы тұлға. Қамқа мен Қодар оқиғасын еске түсірейік. Келіні мен атасы зинақорлық жасайды. Ел жұртты мұндай азғындық есеңгіретеді. Құнанбай ықылым заманнан қаны таза қазақты азғындықтан сақтау үшін үлкен кеңес өткізіп, ол екеуін халық алдында өлім жазасына кеседі. Мақсаты сол, сүйекке таңба болмай, арсыздық ел арасына таралмау еді. Халық алдында өлім жазасына кесуінің сыры бүкіл жұртқа үлгі болсын һәм қорқсын дегені шығар. Бұл қаншалықты қатыгез болып көрінгенімен халықтың игілігі үшін жасалғанына еш күмән жоқ. Құнанбай атамыздың ел басқару саясатына үрке қараудың қажеті жоқ. Іргеміздегі көршіміз Қытайда қылмыстың 69 түріне өлім жазасы тағайындалады. Олардың қатарына мемлекетті сатып кету, жемқорлық, есірткі саудасы, әйелдердің жеңіл жүрістік жасауы, жемқорлық тағы да басқалар жатады. Жыл сайын жалпы қылмыс түрінен 2-ден 7 мыңға дейін қылмыскерлер өлтірілсе, 2000 жылдан бері 10 мыңнан астам шенеунік жемқорлық айыбымен өлім жазасына кесіліпті. Бір ерекшелігі қылмыскерлерді халық алдында жария өлтіреді. Ал жаңалықтар мен баспасөздер жарыса жазады. Мұнысы халық білсін әрі қорықсын ұстаным емес пе? Яғни халық заңды сыйлауы тиіс. Ол бәріне ортақ, одан ешкім жоғары емес. Нәтижесінде Қытай әлем бойынша жемқорлық пен адам өлтіру сияқты ауыр қылмыс түрлерінен соңғы орынға жайғасыпты. Экономикасын айтпай қояйық. Толеранттылық өзгенің көзқарасына, дүние танымына, өмірлік салтына, жүріс-тұрысына, іс-әрекетіне төзіммен қарауды білдіретін әлеуметтік термин. Яғни толерантты адам қоғамдағы кез келген жақсы не жаман іске бейтарап болуы тиіс. Осы толеранттылықтың арқасында гомосексуализм мен нигилизм іргетасын мықтап құрды. Былайша айтқанда толеранттылық дегеніміз Құнанбайдың басқару саясатына қарама-қарсы жүйе. Яғни ұлттың тамырын кеміретін құрт секілді. Бүгінгінің тілмен айтқанда Қамқа мен Қодарды ақтап алатын жүйе ғой. Нәтижесінде талай Қамқа мен Қодарлардың бас көтеруіне алып келеді. Жауапкершіліктің жоғын сезген азғындардың нәпсісі семіріп, өз іс-әрекеттерін мақтанышпен жария қыла бастайды. Бұл менің өмірім, не қаласам соны жасаймын. Мұның еш айыбы жоқ деп ел жұртқа көлгірсейді. Өмірлік жеке көзқарасын дәріптейді, жұрт еліктейді. Азғындар бас көтереді, саны артады, халық бұзылады. Ең өкініштісі, сіз мұны көріп отырып, дәрменсіздігіңізден қан жылайсыз. Себебі жағдайды өзгертуге қауқарыңыз жоқ. Заң аяқ қолыңызды тырп еткізбейді. Көрінген азғынның таңдауына толерантты болудан басқа жол жоқ. Ал олардың саны үсті-үстіне арта береді. Батыстың саясатына сәйкес олар жұлдызға айналады. Эфирдің төрін тоздырады. Өйткені оларға осындай азғындар керек. Оларды ұлттың болашағы мен руханияты қызықтырмайды. Нәпсі қалау үшін бәріне дайын тұрады. Қазақ қоғамында мұның айқын көріністер болып жатыр, өкінішке орай. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Ал толеранттылық деген жұқпалы ауру ел жұртты жалмап барады. Ағайын, қалай ойлайсыздар? Мәселенің шешімі қандай?